Уолл-стриттің күйреу себептері мен салдары. ақш-тың әлемдегі жағдайы соғыстан кейін өзгерді. 1922 жылдан бастап елде өнеркәсіптің өркендеуі орын алды. Америка экономикасы гүлдене бастады. Бұл тұрақтандыру кезеңін просперити кезеңі деп атады. Вудро Вильсонның екінші президенттік мерзімі аяқталғаннан кейін билікке республикалықтар келді. Алдымен Уоррен Гардинг, одан кейін Кальвин Кулич ел басқарды. 1923-1929 жылдары елді Кальвин Кулич басқарды. Кулич президенттігінің 20 жылдығында экономикалық гүлденудің өрлеген кезі еді. Жаңа үкімет өзін Америка ісі бизнес ұранын жариялады. Ол жыл сайын корпорацияларға салықты төмендетіп және ірі компанияларға мемлекеттік субсидия бере отырып, монополия табысының өсуіне жағдай жасап отырды. Америка өнеркәсібінің өнім өндіруінің артуы өндірістік өлшемдермен де байланысты. Мыңдаған зауыттар, миллиондаған біркелкі детальдарды шығаруға мамандандырылды. Өнім өндіру үрдісі қарапайымдандырылды. Жаппай өндіру механикалық және электроэнергиясының қуатты базасына арқа сүйеді. Электр моторын дамыту фабрика мен зауыттардың ішкі бейнесін өзгертті. ақш-тың гүлденуі елді автомобильдендірумен де байланысты болды. 1922-1929 жылдары ақш автомобиль зауыттарын дайын және жиналмаған 33 миллионнан астам машина шығарды. Автомобиль құрастырудың дамуы мұнай өндірісін 2,5 есеге өсуіне әкелді. Автомобиль Америка халқының көпшілігінің өмір салтын өзгертті. Ол халықтың тұрмысын, әлеуметтік жағдайын, қоғамдық өміріне ықпалын тигізді. Қалалардың арасын жақындатты, қалалар мен фермалардың арасындағы байланысты жақсартты. Ал 1929 жылы әлі де гүлденіп тұрған ақш экономикасы бұрын болып көрмеген дағдарыс алдында тұрды. 1929 жылы 24 қазанда таңертең американдық бизнестің өзегі Уолл-стритте бұрын-соңды болмаған үрей басталды. Бір күннің ішінде акция бағаларының құлауы жалпы сомасы $10 миллиард құрады. 5 күннен кейін дағдарыстың жалпы мемлекеттік сипаты орын алды. Нью-Йорк биржасы күйреуге ұшырады. Бұл өзінің салдары бойынша ең ауыр және ең залалды экономикалық дағдарыс болды. Бұл дағдарыс ұлы дағдарыс деп аталды. Негізгі капитал ауыр өнеркәсіпке салынды, ал басқа салалар шығынға ұшырады. Өндіріс көлемі күрт өсті. Өндірістің өсуі көптеген американдықтардың табысының өсуіне асып түсті. Бұл теңгерімсіздік артық өндіру дағдарысына алып келді. Қызметкерлердің еңбек ақысы 40%-ға, өнеркәсіптегі жұмысшылардың еңбек ақысы 60%-ға азайды. Өнеркәсіптің қысқаруы нәтижесінде жұмыссыздық кенеттен ұлғайып 1929 жылы 25%-ға жетті. Дағдарыс американдық фермерлер үшін де үлкен ауыртпалық тудырды. Өз өнімдерін өткізе алмай, малды жаппай союға көшті. Астықты жанармайға ауыстырды. Сүт өнімдерін төгуге мәжбүр болды. 1930 жылы қалыптасқан жағдайды түзету үшін жедел шара қолдануды талап етті. Вашингтон және басқа ірі қалаларда аш жорық деп аталатын жұмыссыздар шеруі өтті. Дағдарыс жылдарында қылмыс деңгейі артты. Президент Гувердің тәртіпті қалпына келтіру үшін американдық әскерді пайдалануына тура келді. Америкалықтар тегін асханаға баруға мәжбүр болды. Ол үшін үлкен кезекке тұру қажет еді. Ал ұлы дағдарыс кезеңінде ең ауыр жағдай қара нәсілді американдықтар болды. Олар тұрмыс деңгейі ең төмен қара квартал геттода өмір сүрді. Ол аудандарда аштық, ауру, қайыршылық, өлім көп болды. Гувер қанша күш салғанымен апаттың тек мерзімін ғана ұзарта алды. Гувер басшылығының республикалық партия үкіметі өздерінің шарасыздығын және әлеуметтік, экономикалық мәселелерді шеше алмайтындығын көрсетті. 1932 жылы президенттік сайлауда республикалық партия жеңіліске ұшырап, сайлауда белгілі қайраткер Рузвельт басқарған демократиялық партия жеңіске жетті. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.